ақылды бала бол. Жақсы ма? Мен жұмысқа барып келемін. Жарай ма? Балалар, бүгін біздің тақырыбымыз мамандық туралы. Сіздер айта қойыңыздаршы, болашақта кім болғыларың келеді? Сіздердің болашақта кім болғыларыңыз келеді? Мұғалім болғым келеді. Мен болашақта дәрігер болғым келеді. Бейсен, айта қойшы, болашақта кім болғың келеді? Мен болашақта журналист болғым келеді. Жастар жылына орай тағы бір тағылымда шара ұйымдастырылды. Бұл жолғы басқосудың қонағы танымал тележүргізуші, облыстық Жетісу телеарнасының басшысы Бейсен Құранбек. Әр адамның өмірі бір тарих. Кейде ол тарих кітап бетіне жазылмаса да, ел есінде, жүрек төрінде сақталады дей отырып, Қызылжар ауылының тумасы Бейсен Құранбек жайында айтылады. Шындықты ту еткен, ел жүрегінен ерекше орын алған ұлт жанашыры көрнекті журналист Бейсен Құранбектің алғашқыдан басқан мектебіне келіп қалды. Бейсен Құранбек есімі ел есінде қалатын бірегей тұлға. Ол ешқашан биік лауазым, атақ үшін емес, шындық пен адамдық үшін өмір сүрді. Жай ғана журналист емес, халықтың жүрегінен орын алған шынайы жан болды. Ол ерен еңбекпен, адалдықпен, рухани тазалықпен өрілген өмір жолынан тұрады. Осындай жандардың тыныш та тынымсыз тірлігі ұрпаққа үлгі өнеге. Себебі үлкен болу үшін атақ емес, адамдық керек. Бейсен Құранбектей азаматтар соны дәлелдеп кетті. Бейсен Құранбектің жарқын бейнесі мұрасын кейінгі ұрпаққа жеткізу мақсатында бірнеше кітап жарық көрді. Бейсен және болмыс. Бұл кітапта оның жолы, адами қасиеті, журналистік ұстанымы терең қамтылған. Әріптестері мен қауымдастарының естеліктері, Бейсен ағамен сырлас сәттері, оның адам ретіндегі биіктігі жан-жақты суреттеледі. Біздің Бейсен бұл жинақ қоғам қайраткерлері мен көрермендерінің жүрек жарды лебіздері топтастырылған. Ол тек бір адамның тағдыры емес, елдің сүйіспеншілігіне бөленген азаматтың халықпен байланысының көрінісі. Қорытындылай келе, қарапайым адамның да ел есінде қалатындай терең тарих жасай алатынына Бейсен Құранбек өмірі дәлел. Ол шын мән жанашыры, қазақ журналистикасының ар намысы болған азамат. Елі барда естелігі өшпейді. Иә, қарапайым адамның өмірі үлкен тарихтың арқауы.